Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай өте тойымды әрі дастарханнан көргім келтіретін оливье салатының жасалу жолын ұсынғым келіп отыр. Ол үшін картошка, морков, сәбіз, яғни жұмыртқамызды суда қайнатып аламыз. Суда 35-40 минуттай қайнатсаңыздар жеткілікті. Қайнап піскен картошка, сәбіз, жұмыртқаларымызды суытып, қабығын тазалап, барлығын осылай бір келкетіп, кубиктап турап аламыз. Қайнатып отқанда біраз қасықтай тұз салсаңыздар, жұмыртқамыздың да сырты тез ашылады. Барлығын осылай бір келкетіп, кубиктап турап аламыз. Бұл салатты балдарыңызға жасап берсеңіз де сүйсініп жейтін болады. Келесі кезекте осындай вареный колбасамызды да кубиктап тураймыз. Егер де сіздер колбаса ұнатпайтын болсаңыздар, піскен етті де турауға болады, қосуға. Және де тұздалған соленый қиярымызды да осылай кубиктап тураймыз. Және горошигімізді де осылай салқын суға бір шай жіберіп, барлығын бірге араластырамыз жақсылап. Және үстінен шамамен 2-3 ас қасықтай майонезімізді қосып, барлығын бір келкетіп араластырамыз. Егер тұзы кем болып жатса, шым-шым тұз салсаңыздар да болады. Мен тұз салмадым. Қайнатып отқанда картошкаларға де тұз салған болатынмын. Және де бізде соленый огурцымыз да тұздалған. Мінекей біздің салатымыз дайын болды. Осылай тарелкелерге салып, ұсына берулеріңізге болады. Және де әсемдік үшін бетіне осындай зелендерді де қойып қойсаңыздар болады. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын.